Ассалаумағалейкум. Қысқа арналған огонек жабамыз. Ең алдымен қызанақтарымызды ет тартқыштан өткізіп аламыз. Үстіне болгар бұрышында ет тартқыштан өткізіп, табамызға құйып, 45 минут орташа отта қайнатамыз. Енді сарымсақ пен ащы бұрышты ет тартқыштан өткізіп, 45 минуттан кейін қызанақтардың үстіне салып, араластырып, үстіне секерімізді, тұзымызды және де сұйық майымызды құйып, жақсылап араластырып 5-10 минут қайнатамыз орташа отта. Енді үстіне уксусымызды құйып, жақсылап араластырып, банкілерімізге құйып шығамыз. Енді бетіне қақпағын жауып, банкаларымызды жауып тастаймыз. Банкаларымыз жауып болғаннан кейін төңкеріп қойып, жылы жерге бір күнге орап қоямыз. Осымен огонегіміз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер.